Мәжіліс депутаты Ринат Заитовқа Ақсуат халқы көлік мінгізді. Бұл туралы белгілі меценат кәсіпкер Дулат Тастеке әлеуметтік желідегі жеке парақшасында жариялады. Асыл бесік Ақсуат спорт және өнер фестивалінде Ақсуат жұрты Арда ұлға құрмет көрсетіп астына көлік мінгізді делінген жазбада. Депутатқа көлік сыйлауға жиналған халықтың қарасы көп. Кәсіпкер жариялаған видеодан Заитовтың қолын ұстаймын дегендердің таласын байқаймыз. Ал көлікке ие болғаннан кейін Ринат Заитов халыққа костюм лақтырып, басын изеп алғысын білдірді. Журналист Гүлбану Әният қызы желідегі парақшасына этика бойынша депутатқа сыйлық алуға болмайтынын жазған. Ақсуат жұрты мәжіліс депутаты Ринат Заитовқа көлік сыйлапты. Ақын емес пе? Эмоцияға беріліп қалтасындағы барын халыққа шашып жатыр. Тіпті пиджагына дейін шешіп берді. Ал журналистер этика бойынша депутатқа сыйлық алуға болмайды деп жатыр. Ринат 7 күннің ішінде көлікті сатып, ақшасын бюджетке құюы керек екен, деп жазды журналист. Заң бойынша Заитовтың осы көлікті Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің аумақтық бөліміне тапсыру үшін 7 күн уақыты бар. Желіде қазақты қазақ көтермелемесе, басқа кім көтереді? Жарайсыздар. Көре алмай, анау-мынау әңгіме айтпаңдаршы. Әрбір қазақ ер азаматы лайық темір тұлпарға. Шындықты шырылдатар шыншыл ақын деген оқырмандардың жылы пікірі мен құттықтаулары толассыз келіп жатыр.